Француз математигі, қоғам қайраткері, Париж ғылым академиясының мүшесі. Париждегі политехникалық мектептің мезер әскери инженерлік мектептің профессоры. 1799 жылы сызба, геометрия кітабы жарық көрді. 1792-1793 жылдары теңіз министрі болған. 1798-1891 жылдары Наполеон Бонапарттың Мысыр экспедициясына қатысқан. Сенатор болған. Гаспар Монж аты Эйфель мұнарасының бірінші қабатындағы Францияның ұлы 72 ғалымының тізімінде жазылған. Монж эпюрі қайтымды сызбаның негізгі түрі. Француз математигі және инженері Гаспар Монж заттардың кескіндерін салуға байланысты сол уақытқа дейін жиналған тәжірибелер мен білімдерді жүйеге келтіріп, жалпылап, олардың сызбаларын 2 немесе 3 өзара перпендикуляр проекциялар жазықтығына тікбұрыштап проекциялау арқылы алуды ұсынды. Бақылаушыға қарсы орналастырылған π1 вертикаль жазықтығын фронталь проекциялар жазықтығы деп аталады. π2 проекциялар жазықтығын горизонталь етіп орналастырады. Оны горизонталь проекциялар жазықтығы деп атайды. π1 және π2 проекциялар жазықтықтарының қиылысу түзуі проекциялар осы деп аталады. π1 және 2 жазықтықтары кеңістікті ширек деп аталатын 4 бөлікке бөледі. А нүктесінің π1 және π2 проекциялар жазықтықтарындағы А1 және А2 тікбұрышты проекциялары оның фронталь және горизонталь проекциялары деп аталады. Түзу 2-ге бөлінеді. Жалпы жағдай түзуі проекциялар жазықтықтарының біреуіне де параллель емес түзу. Дербес жағдай түзуі бір немесе 2 проекциялар жазықтықтарына параллель түзу, оған деңгей түзуі, горизонталь, фронталь, профиль түзу, профиль проекциялар жазықтығына параллель түзу. Дербес жағдай түзуінің 2 түріне: проекциялаушы түзу, горизонталь проекциялаушы, фронталь проекциялаушы, профиль проекциялаушы. Қиюшы және жанама сызықтар беттесіп жатса, ол сызықты түзу сызық дейді, қысқаша түзу дейді. L түзуі және B2 нүкте арқылы анықталатындықтан оның проекциялары осы нүктелердің проекцияларымен анықталады. Түзуді проекциялаудағы өзара меншіктілік қасиеті сақталу үшін түзу проекциялары нүктелердің проекциялары арқылы өтеді.